Алматыдағы Наурыз мерекесіне келген қонақтар тарихтан сыр шертетін жәдігерлерді көруге мүмкіндік алды. Қазақстанның 100 үздік қолөнер шеберлері шаһар орталығында ауқымды жәрмеңке өткізді. Қолөнер бұйымдарының жәрмеңкесіне келген азаматтар өздеріне ұнаған өнер туындыларын сатып алып қана қоймай, олардың қалай жасалатынын бақылап тұрды. Қазақстанның қолөнершілер одағы жәрмеңке барысында 15 шеберлік сабағын өткізіпті. Көрермендер көз алдында қыштан, темірден, ағаштан, былғары мен құс балық сүйектерінен ғажайып өнер туындылар жасалды. Халқымызда мына қолөнерге деген талғам өте күшейіп келе жатыр. Мынау киіз басу, текемет тоқу басу деген ағаш шеберлері келіп жатыр. Зергерлерге көп сұраныстар болып жатыр. Құмырамға қарап отырсаңыз, көне Отырар қаласының, көне Сауран, көне Тараз қалаларының құмыраларını жасаймын негізінде. Сол стильде, мына терракотовый стиль деп айтылады. Терракот деген сөз енді күйген қыш дейді. Сол стильде жасаймын жұмысымда.